Ассаламалейкум. Бүгін біз пано перде тігетін боламыз. Ол үшін бізге матамыз қажет. Менде матовый велюр 4 метр. Және ені 2,80. Және бізге метр қажет болады. Қайшы, борымыз, перде тігетін жібіміз, және лентамыз. Және осындай ою қажет болады. Оюдың астында менде паутинкасы бар. Үтіктесеңіз, сол паутинкадан жабысып қалады. Дайын оюлар сатылады. Ең алдымен матамызды үтіктеп дайындап аламыз. Бірінші незат тіксекте бірінші очеред матаны үтіктеп аламыз. Және шетіндегі кромкаларын қиып алып тастаймыз. Мен бір шетін қиып алдым. Енді мына екінші шетін қиып алатын боламыз. Міне осылай кромкасын кесіп алып тастаймыз. Міне кромкасын кесіп дайындап алдық. Енді матамыздың енінен қарасақ, ортасында өзінің сызығы болады. Сатылған кезде өзі екі бүктеліп тұрады. Сол жерінде сызық қалып қояды. Сол ортасын тауып аламыз матамыздың. Міне менде сызығы көрініп тұр. Осы жерге ине қыстырып белгілеп қоям мен ортасын. Және енді осы енін біз жоғарғы лента тігеміз, ілетін жағына жібереміз. Сондықтан мына жақтан мен 5 сантиметр қайырып үтіктеп дайындап алам. Міне осылай 5 сантиметрді мен бірінші сызып дайындап алам. Кейін осы жерден міне мен 5 сантиметр қайырып үтіктеп дайындап алдым. Бұл жағы бізде лента тігілетін жағы болады. Сондықтан енді мен етегін, мына екінші жағын 2 сантиметр етіп қайырып тігіп алам, етегін. Сосын екі жанынан 8 сантиметрден қайырып тігіп аламыз. Міне етегімізді тігіп алдық. Енді жанын 8 сантиметр қайырып тігіп аламыз, екі жанынан. Міне біз матамыздың екі жағын 8 сантиметрден қайырып тігіп алдық. Етегін 2 сантиметр етіп қайырдық. Енді лента тігетін жағына тура ортасын тауып алдық. Біз енді осы ортадан былай қарай 15 сантиметр өлшеп белгілеп аламыз. Енді осы 15 сантиметрден жанына қарай тағы 30 сантиметр өлшеп аламыз. Міне 30 сантиметр мына жерде екен. Сіздерге көрініп тұр, Осы екеуін беттестіреміз бір-біріне. Осы жерді белгілеп аламыз қайтадан. Бірге біріктіріп. Енді мына артындағы складкасы алғашқы ортасына қарай келу керек. Енді осыдан ары қарай тағы 10 сантиметр өлшеп аламыз. 10 сантиметр. Белгілеп алдық. Осыдан ары қарай тағы 23 сантиметр өлшеп аламыз. 23 сантиметр осы жер екен. Енді осы екі жерді бір-біріне беттестіріп бүктейміз ішке қарай. Осы жерді енді біріктіріп қыстырып қоямыз инемізбен. Мына складкамыз осы ішке қарай тұруы керек.
Енді тағы да 10 сантиметр өлшеп аламыз. Осы жер. Осыдан ары қарай тағы 23 сантиметр өлшеп аламыз. Осы жер екен. Енді осы екі жерді бір-біріне беттестіреміз. Беттестіріп бүктедік. Енді инемізді осы жерде қыстырып аламыз. Оны да осылай ішіне қарай бүктейміз. Бұны тігу барысында ішке қарай өзіміз қарап отырып тігеміз. Егер сіздерге ол қиындық тудырса, осылай қыстырып қойсаңыздар да болады. Мына қалған жағымызға біз ою жапсырамыз. Енді екінші жағында дәл осылай складка жасап аламыз. Мына жеріміз қыстырылмай қалған екен. Қыстырып қоямыз. Мінекей, бір жақ шетіміз дайын. Енді екінші жақ шетімізді жинаймыз. Міне мынау складкамыздан тағы 15 сантиметр өлшеп аламыз. Міне мына жер. Қыстырып қоямыз бұл жерді. Енді осы инемізден 10 сантиметр 30 сантиметр өлшеп аламыз. Мінекей 30 сантиметр. 30 сантиметрді осы жерге келеді екен. Екеуін беттестіремін. Бүктеуге осы жерден қыстырамын. Енді осы складкамыз ішіне қарау керек тоже. Енді осыдан ары қарай тағы 10 сантиметр өлшеп аламыз. Мына жер. Енді ары қарай тағы 23 сантиметр өлшейміз. Мінекей. Осы жер. Екеуін бір-біріне беттестіріп бүктеймін. Және инемізді қыстырамын. Складканы ішіне қарай бүктейміз. Енді тағы да 10 сантиметр өлшейміз. Мінекей 10 сантиметр. Осыдан ары қарай тағы 23 сантиметр өлшейміз. Міне 23 сантиметр осы жерге келеді екен. Осы екеуін беттестіреміз. Беттестіріп бүктейміз. Енді инемізді аламыз да бірге осы жерден қыстырып қоямыз. Складкамызды ішке қарай жібереміз. Оны да осылай қыстырып қоямыз. Мінекей, мына шетіне біз соңында оюымызды үтіктеп жапсыратын боламыз. Енді менде бірінші қатары дайын. Мына ең ортамыз 30 сантиметр болды сонда біздің центріміз. Енді осылардан тура төменге қарай 5 сантиметр өлшеп
тағы да қыстырып аламын, міне. Осы жерлерден бәрін қыстырып, тегістеп 5 сантиметр төменнен мен бәрін қыстырып алатын боламын. Қазір тіккенде жылжымай дұрыс тұруы үшін. Міне мен осылай 5 сантиметрден төменге қарай бәрін қыстырып алдым. Енді лентасын тігеміз. Лентамызды қойып 1 сантиметрдей қалдырып тігіп шығамыз. Ана жоғарғы жақтан 1 сантиметрдей қалдырамыз. Бірінші қатарын тігіп болдым. Енді дәл солай екінші қатарды да астыңғы төменгі жағында тігіп шығамыз. Және ортасынан да тағы бір қатар жүріп өтемін. Міне осындай әдемі болып тігілді бізде. Енді бұған оюларын жабыстырамыз. Міне мен пердеміздің тура ортасына, 30 сантиметрден алған ортасына осылай оюларды қойып шықтым. Енді осыны үтік басып жабыстырып аламыз. Ең бірінші пармен тек қана парлап аламыз. Содан кейін барып үстінен басып шығамыз. Үстіне марлы қойып жасасаңыздар да болады. Міне пердемізге оюымызды жабыстырып болдық. Енді бізге етек жағынан 1/40 сантиметрді өлшеп алу керек. Міне 1/40-ты өлшеп алдым. Енді сол жерге іш жағынан осындай кольцоны тігемін. Бұнда енді фурнитуралардан өзінің арнайы кольцосын алсаңыз да болады. Менде бұл балалардың ойыншығынікі сынған. Міне мен белгілеп алдым. Тура ортадан. Енді осы жерге мынау кольцомызды тігеміз. Кольцомызды тігіп алдық. Енді мен кромкадан қалған жібімді осылай екі қабаттап тігіп алдым бір-біріне. Лента жақтан үстіне тігіп шығамыз. Міне пердеміздің ортасындағы 30 сантиметрдің артынан тігемін менен. Бұлай қоямын да 3 жерінен закрепка беріп тігіп аламын. Сосын осы жіпті астындағы жаңағы тіккен кольцомызға байлайтын боламыз. Оны ілген соң көрсетемін. Сосын айта кететін бір жайт, мен ең шетіндегі 8 сантиметр тігіп алған шетіме ою жабыстырмайтын болдым. Мен енді оның орнына ештеңе жасамайым, тек осы шетінен 0,1 мен тігіп шығамын. Міне осылай пердеміздің артына кольцомызды тіктім. Етек жақтан 1/40 сантиметр өлшеп, сол жерге кольцомызды тіктік, және жоғары жақтан матамыздың кромкасын 2 қабаттап тігіп алып, осылай әкеліп байлап қойдық. Өзіңізге қалаған биіктікте байласаңыз болады. Маған осы жеткілікті болды.
Және осылай пано пердемізді қолымызбен әдемелеп, реттеп бұрыштарын бір-біріне келтіреміз. Міне осылай әдемелеп қоясыздар. Міне осындай әдемі пано пердесі бізде шықты. Және мен жоғарғы жағынан тағы да бір оюды жабыстырдым. Баршаңызға сәттілік. Комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.